Ассалаумағалейкум, қадірменді біздің каналымыздың көрермендері. Бүгін бізде сәті түскен тағы бір сұхбат болып тұр. Бүгін бізде Ақтөбе қаласының өкіл имамы, Ақтөбе облысының өкіл имамы Серікжан ағамыз келіп отыр сұхбатқа. Сәке, уақыт бөліп келгеніңіз үшін үлкен рахмет айтамыз. Енді сізден қоятын бірінші сұрағымыз, қазіргі қоғамда кең таралып жатқан бір тақырыптардың бірі ғой, мына тәңіршілдік туралы. Сол туралы жалпы қалай шықты, қысқаша бір айтып кетсеңіз. Көптеген адамдардың жаңағыдай бір сұрақтары осы туралы болып жатыр ғой, әсіресе діндарлардың арасында. Және де сол тәңіршілер, кейбіреулер ислам діндеріне де жаңағыдай түрлі сөздер айтуда, өздерінің рәсімдерін жасап деген сияқты. Сол туралы айта кетсеңіз, жалпы тәңіршілдік қаяқтан шықты, қалай, ол негізі дінге жатады ма? Енді осы облысымыздың бас имамы болғаннан кейін сол жөнінде бір қысқаша айтсаңыз. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Біріншіден әрине жалпы ғылымда дін деген ұғымға, яғни бір құбылысты дейміз ба, дін деп айту үшін қоғамда болып жатқан, орналасқан. Оның өзінің шарттарын атап кеткен. Бірінші дін болу үшін оның киелі жазбасы болу керек дейді, кітабы болу керек, одан кейін пайғамбары болу керек, одан кейін оның діни рәсімдері болу керек, құлшылықтары деген сияқты. Ал енді тәңіршілдікке келетін болсақ, бұл енді біз тарихтан білеміз, біздің түркі бабаларымыз белгілі бір өтпелі кезеңде осы тәңіршілдік наным сенімін ұстанды. Яғни бір Аллаға, бір тәңірге сыйынамыз деп, яғни ол да бір жалғыз құдайшылдық наным сенім, бірақ тәңіршілдікті біз дін ретінде қарастыра алмаймыз. Олай деп айтатын себебіміз тәңіршілдіктің арнайы бір пайғамбары, кітабы, одан кейін арнайы бекітілген бір құлшылық түрлері жоқ. Мысалы айтатын болсақ, намаз, ораза, ғибадаттары жоқ. Сондықтан тәңіршілдік бұл өтпелі бір уақытша ұстанған наным сенім. Сонымен қатар қазіргі мынау біз тәңіршіміз деп жүргендермен біздің түркі бабаларымыздың ұстанған тәңіршілдік наным сенімнің арасында жер мен көкте айырмашылық бар. Қазір өзін тәңіршілміз деп таныстырып жүргендер, олар ойдан кейбір элементтерді қосып алған. Мысалы, ислам дінінің элементтерін қосып алған. Жаңа айтатын болсақ, белгілі бір жаңағы дін деп айтсын деп, белгілі бір құлшылықты көрсетіп жатқандығын біз байқаймыз да. Сондықтан әрине бұл тәңіршілдікті қазіргі мынау жалпы әлемдегі жағдайды зерттеп жүрген кейбір ғалымдар дейміз ба, сарапшылар бұған тіпті бұл арнайы бір жоба, керісінше жаңа айтқандай бір дінге, исламға қарсы арнайы ұйымдастырып жатқан жоба деген сияқты баға беріп жатқандар бар. Сондықтан бұл бір сөзбен айтатын болсақ, ел ішіне бір іріткі салу, жалпы қайтадан мынау тәуелсіздігіміз алғаннан кейін дінге бет бұрып келе жатқан, исламға бет бұрып келе жатқан өзіміздің қазақ бауырларымызды жамағат арасына іріткі салуға бағытталған бір ағым деп айтсақ та болады, ойдан құрастырылып жатқан. Сондықтан әрине ойбай біз жаңағы бабаларымыз түркі, олардың діні жаңағы айтқанда ислам болмаған, біз араб болмайық, біз жаңағы қазақ болайық, түркі болайық деп сондай бір ұранмен қазір халықтың жаңағы санасын лайлап жатыр, санасына күмән салып жатыр деп айтсақ болады. Сондықтан біздің негізі бабаларымыз, түркілер, олар жаңа айтқанда исламды қабылдаған кезде де бұл бабаларымыздың наным сенімі, сол кездегі жаңағы тәңіршілдік наным сенімі, ол исламға өте жақын болған. Жаңа айтқандай көп құдайшылық жоқ еді, тек жаңағы бір тәңірге деп қана сеніп жүргендіктен, ал қазіргі тәңіршілдіктерде шаманизмнің бүкіл жаңағы айтқандай сенімдерін, солардың әртүрлі жаңағы жасайтын бір құлшылық дейміз ба, бір жаңа айтқандай ритуалдарын бәрін осы тәңіршілдік деп енгізіп алған. Ал негізі шаманизмді қазіргі таңда ұстанатын олар мынау моңғолдар, одан кейін жаңа айтқандай мынау кейбір Алтайда өмір сүріп жатқан түркі тілдес халықтардың наным сенімдері десек те бұл былай айтқанда
шаманизммен тәңіршілдікті шатастыруға болмайды. А, Иә. Сондай-ақ көбіне байқаймыз, дінге қарсы атеистік сенімдегі адамдар, иә. Соған кіруде көп. сіз қазақсыз, қалай сіз жаңағы бабаңыздың дінін ұстанбайсыз деп, неге мұсылман емес деген сияқты бір сұрақтарды қойған кезде, олар жоқ, біз бабамыздың дінін ұстанып жатырмыз деп, біз тәңіршіміз деп, өздері жаңағы сондай бір бүркеме аттарды жамылып алды деп айтсақ болады. Рахмет. Енді жаңа сөзіңізді айтып жатсыз ғой, мынандай да бір сұрақтар бар да. Осы әсіресе тәңіршілдердің айтатын бір әңгімесі араб жаңа несі деп айтады ғой. Араб құлдар деп айтады біреулер. Араб несін бізге әкелушілер дейді. Соларға не айтар едіңіз? Тек қана арабтың дінін бізге әкеліп жатыр деп айтады да. Біздің өзіміздің дініміз емес деген сияқты. Иә, әрине, бұл жерде мынандай бір мәселе бар. Енді мәселенің екі ұшы бар деп айтсақ та болады. Әрине, кейбір жастар бар. Жаңағы киім үлгісінде арабша киініп алып, жаңағы арабтардың киімін киіп алған жастар бар әрине. Бірақ ол жалпы исламға кір жағуға болмайды ол мәселеге байланысты. Ислам өйткені бұл әлемдік дін. Бұны былай айтқанда дін танушы ғалымдар, барлық тарихты дін зерттеп кеткен ғалымдардың барлығын, мысалы барлығы әлемдік дін деген кезде, соның ішінде ең жаңағы басты неде тұрған ол ислам діні. Өйткені бүкіл жер бетінде 7-8 миллиард халық болса, соның былай айтқанда 2 миллиардтан астамын ұстанып отырған бұл ислам діні болғандықтан бұл әлемдік дін. Ал исламның өзі жалпы бүкіл адамзатқа жіберілген дін екенін есімізден шығармауымыз керек. Пайғамбарымыздың өзі арабтарды бірінші орынға қойған жоқ еш уақытта. Араб пен араб еместің арасында ешқандай айырмашылық жоқ. Оның Құдайға жақындығына қарай баға беріледі деп айтып кетті, тақуалығына байланысты. Сондықтан бұл арабтың діні деп, арабтарды сендер жаңағы жоғары қойдыңдар, жаңағы енді кейбір араб тіліне байланысты мәселелерді алға тартып, неге Құранды біз қазақша оқымаймыз деген сияқты мәселелерді алға тартып, бізді жаңағы бұл арабтандыру саясаты деген сияқты бір баға беріп жатқан адамдарды байқаймыз. Ол әрине мүлдем қате түсінік негізінде. Өйткені араб, бұл айтқанда біріншіден бұл арабтарға ғана түскен дін емес, сонымен қатар арабтардың барлығы мұсылман емес. Христиан дінін ұстанып жатқан арабтар бар, дінді ұстанбайтын да арабтар бар қазіргі таңда. Сонымен қатар бұл ислам дінін негізі көбіне дамытқан, осы дінге байланысты көп кітап жазған орта азиялық ғалымдар. Сондықтан бұл жерде жаңа айтқандай арабтармен ғана шектеп, арабтардың діні арабтандыру, немесе жаңа араб құлдар деп айту әрине мүлдем қате. Оны зерттеп, жан-жақты айтқанда талдаған адам, талқылаған адам өзі түсінеді негізді. Көбіне көп бір дінге байланысты, жалпы бір қоғамда болып жатқан бір құбылысқа байланысты баға берген кезде, соның ішкі жаңағы мазмұнына дейік, ішкі жаңағы мән мағынасына үңілмей жатып, соны дінді ұстанушы адамдарды жан-жақты зерттемей жатып, баға бере салу, ол әрине дұрыс емес. Сондықтан бұл әрине адамдарды діннен суыту, немесе жаңа айтқандай қазіргі таңда білесіздер, мұсылманшылыққа бет бұрып жатқан адамдардың саны көп. Тіпті басқа дін өкілдері де ислам дінін қабылдап жатқандар бар. Сондықтан ойлаймын, арнайы әрекет, жалпы мұсылмандардың саны көбейсе, белгілі бір үлкен күшке айналады. Сондықтан бұл жерде жаңа айтқандай бұндай нені болдырмауымыз керек деген сияқты сондай бір әрекеттер болып маған солай көрінеді негізінде. Рахмет. Енді келесі негізгі сұрағымыз, Сәке, мысалы бір адам өзін енді қазір қоғамда болып жатқан жағдайлар ғой, өзін сол жаңағы нені ұстанушымын деп есептейтін болса, тәңіршілдік дінін, ол адам дүниеден өтсе, тірі кезінде сол жаңа ұстанамды мен соның өкілімін, мүшесімін, мен соны қабылдаймын, исламды мен қабылдамаймын, менің дінім емес ол, арабтың діні деп айтқан болса мысалға, ол адам енді өмірден өтті. Оның енді рәсімдері исламға сай жасала ма? Сол жағына қалай болады ол жерде?
енді әрине бір адам Ол тірі кезінде айта кетейік, исламды мүлде мен мойындамаймын деген адам сол жаңа жолын рәсімін жасап соның соңында жүрді. Иә. Жаңа исламды арабтың бір діні деп. Қазір қоғамымызда сондайлар бар. Өздерінің жаңағы шараларын жасап, жаңағы рәсімдерін жасап, иә. енді әрине бір адамды біз мұсылман деп есептеу үшін, немесе ол адам егер өзін мұсылманмын деп санамаса, Иә. ашық мен мұсылман емеспін, Иә. мен жаңағы Тәңіршілмін мысалы. мен тәңіршілмін, мен жаңағы Мұхаммед алейхиссалам пайғамбарымызды мойындамаймын деп жатса, ол адамды біз де мұсылман деп есептей алмаймыз. Сондықтан мен тәңіршілмін деп исламға қарсы болып, жаңағы соған қарсы әрекет жасаса, өзінің пікірін ашық айтып жатса, әрине оған бір мұсылманға жасалатын рәсімдер жасалмайды. Атап айтатын болсақ, жаназа шығарылмайды. Өйткені жаназа шығару үшін, жаназа деген дұға. Ол мұсылманға жасалатын рәсім. Бір мұсылман бауырымыз қайтса, оған жаңағы айтқандай арулап, барлық рәсімдерін жасап, оған жаназа намазына қатысу мұсылмандарға парыз міндет болып есептеледі. Сондықтан әрине ол жерде біріншіден өзі ашық айтып тұрғаннан кейін, өзінің ұстанымын, өзінің жаңағы сенімін, нанымын өзі ашық айтып тұрғаннан кейін, ол әрине ол мұсылмандар қатарында емес. Сондықтан сонымен қатар енді біз мына жаңағы өзіміздің бауырымызды тәңіршілдік рәсіммен шығарып салып жатырмыз дегенде бір видеоларды көріп қалып жатырмыз. Оның көбісі негізі қарасақ, жаңағы біз оған Құран оқып жатырмыз дейді да, қазақшалап Құранның мағынасын оқып жатқанын байқаймыз да. Сонымен қатар жаңағы айтқандай әмин деп, мысалы қабыл болсын деген әмин деп айтамыз ғой, сол сияқты өмін деп. Бұл да бір ешбір жерден нені жаңағы таба алмағаннан кейін бір әйтеу рәсім жоқ, соңғы сапарға шығарып салмадыңдар деп айтпасын деп адамдарды өздеріне тарту үшін осындай бір рәсімдерді ұйымдастырып жатқанын көріп жатырмыз да қазір. Иә. Рахмет, уақытыңызды бөлгеніңізге үлкен рахмет айтамыз. Жақсы күндерде жолыққанша, жақсылықта келсек, саламағалейкум.